Алматы облысы орталығында жылыту маусымы ұзартылды. Күн райының күрт өзгеруіне байланысты қала әкімдігінің шешімінен тұрғын үйлер, түрлі мекемелер мен мектептерде жылу 25 сәуірге дейін беріледі. Жылыту маусымы тек 3 күн қатарынан орташа тәуліктік температура плюс 8 градус болған кезде ғана аяқталады. Жылу жүйелері басшысының айтуынша, соңғы 10 жылға жуық уақыт ішінде мұндай жағдай бірінші рет болып тұр. Айта кетейік, жылыту маусымы жылда 15 қазанда басталып, 15 сәуірде аяқталатын. Бірақ биыл 3 қазаннан басталып тағы 10 күнге созылып отыр. Қазгидрометтің мәліметінше, облыс орталығында алдағы 3 күнде күндізгі температураның ең жоғары көрсеткіші плюс 11, плюс 13-ті көрсетсе, түнде минус 3, минус 1 градусқа дейін төмендейді. Ауа райының күрт өзгеруіне байланысты қыстық маусымды ары қарай 25 сәуіріне дейін әкімнің нұсқауы бойынша созылуға мәжбүр болдық. Егер де күн ауа райы ертерек жылып, жақсы жағдайда болғанда, біз қосымша сіздерге хабар береміз да, қай күні нақты қыс маусымы тоқталатын хабарлаймыз. Қаражатқа байланысты ол енді ешкімге бір соншалықты ауыртпалық түспейді. Себебі 10 күннің ішінде енді орта есеппен алатын болсақ, тұрғынға келетіні бір 200-300 теңге шығар деп ойлаймын.